Сәлем бердім көпшілік қауым. Мен өз қателігіммен, негізі қателік емес, қатыгездік десем дұрыс болар. Сонымен бетпе-бет келдім. Осы күнге дейін мен өзімді алдап, мен кінәлі емеспін. Мені осылай қатыгез еткен өздері деп, өз-өзімді жұбатып келдім. Бірақ та қазір жасаған күнәларым көз алдымнан өтіп, көзімнен жас тоқтамай кеудемді жұдырығыммен ұрып отырып, бір сағаттай жылай бердім. Бұл күнде ер жетіп, бой жетіп қалған ұл-қыздарым, бір кездері аналары қаншама адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мама, ауырып қалдың ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деп сұрақтарды қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап тұрғанымды түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғысынша «Алло» деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім соншама маған бір ауыз сөз айтпайды. Тіпті бетіме де қарамай қойған. Бұрынғыша ұл-қыздарым білсе аналарын жек көріп кетеді-ау демедім. Оған жасаған қиянатымның бәрін, ешкімнен қысылмай ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның арғы жағынан абысынымның да күйініп жылап тұрғанын, оның қысылып әрең тыныстап тұрғанын ақ сезініп тұрдым. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтып, соң оның жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Я, мен бәрін білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ұл-қыздарыма қарасам, менің істеген істеріме арланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымды кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап, қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіліп жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым жақында ғана өзі тоқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті-басы ұн-ұн болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам, торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгереді ме? Мені кешіресіңдер ме? Кешірімді бізден сұрамаңыз. Тұрыңыз, кеттік. Қайда барамыз?» «Қайда болушы еді? Әрине апаның үйіне». «Рас айтасыңдар ма? Мына заттарды апаларыңа сыйламақсыңдар ма?» «Я, уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Сізбен біз қосылып, біз де кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді жан. Сізді кешіретініне сенімдімін». Ұл-қызымды түгел ертіп, бәріміз абысынның үйіне жол тарттық. Жол бойы абысын мені қалай қарсы алады екен? Бұрынғысынша сәлеміме үн қатпай, жұмған аузын ашпай қоймайды ма екен? Кешірім сұрасам кешірер ме екен деген ойлар санамда сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап, шығып кетердей болып тарсылдап, аяқ-қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзімнің дәрменсіздігімнен ме болды ма білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп, тізерлеп отырып қала бердім. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған күйі кешірім сұрай бердім. «Кешіріңізші мен абысын, кешіріңізді, қадіріңізді кеш білдім. Істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мен ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек қана кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп тұрмын. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден. Қайнаға, сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер». «Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңыз орныңыздан». «Келінжан, тұра ғой. Абысың сені әлде қашан кешірген». «Жоқ, тұрмаймын». Абысын өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбылардай сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп әңгіме айтатын, жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Бір сәтте иығыма біреу қос қолын тигізгенде, бүкіл денем шымырлап, бойым әлде бір жылылық сезінгендей болды. Абысын екен, бірақ бірден-ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынымның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөлпілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарланып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. «Кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күнді ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылар алдыма келеріңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргенмін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менмендіктен арылуыңды күттім.
Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде мен қалай кешірмеймін? Кештім. Сіздің денсаулығыңызды, маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескеніңізді қалай сағынғанымды білсеңіз ғой. Мен де сағындым, қатты сағындым. Апам байғұс қабірінде жатып бір аунап тұрған болар. Неге апамнан көзінің тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай арманда кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтам. Абысын өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп сүрленген етін, қасық-артасын асып дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп, қамырды салып, ұл-қыздарымызбен бірге шүйіркелесе отырып, мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме-дүкен құрып, қаншама шәйнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекеттерімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көреалмаушылықпен көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде енем мен күйеуімнен бұрын абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін. Тек сыртта жүріп, оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп, қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді, қамыры қағаздай теп-тегіс. Істеген ісінен бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына назар аударып та үлгереді. Енем байғұс үнемі қызым деп отыратын. Қайнаған болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жарытып істемей жүрсем де, басқасына үлгере алмадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды, киім үтіктеуге уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ асты бір жерге барар болса, жарық болмай шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-қыртыс мұз шалбар жейдеммен барар жеріне барып келді. Абысынның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келін жан, айналдырған екеуміз ғана. Біз абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да біз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңды араласатын адамдар да болады. Олай деме, ақшаға сатып алынбайтын дүниелер де бар. Туғаныңда ешкім саған жаны ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса енем, қызың ақшаң бар ма, қызым не керек, пәленшеге айтайын машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңемен шаруасы жоқ. Ақшаң бар ма деп те сұрамайды. Сұрамауға негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі еркекте ақшаны аналарына әкеліп тапсыратындықтан, енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайнағамның миын жеп, ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді, неге менен сұрамайды, мені жек көреді деп, енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлының жыртығын жамап, асын әзірлеп, киімін үктей алмайтын, үйге келсе кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнасын? Өзімнің қазір ұлым келін алар кезге жетіп отыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызы жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілерде, енемде абысымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме 1 жылдай болса да құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентіне жүкті болып, жүктілігіне өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып түсіп қалуға шақ жүрді. Бетін тыржитып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді.
Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен ау. Сол кезде абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып демалмақшы деп ойладым. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам, жүрегім езіледі. Жүктілік алтыншы айға жеткенде есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішіне екі бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көрсетіп тұрғанда ешқандай аяныш сезім болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезім менің бойымда қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем ас үстіне түсіп, бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны 4 күніне аз уақыт болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп енем бірнеше күнге 4 күніне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдалмақ болған ғой. Болгарканы қосып қалған кезде әлгі ортасындағы дөңгелек арасы шыр айналып ұшып, енемнің оң қолын білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауыс естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Жарақатын таңып, қолын тіктіріп қайта келді. Араға 2 күн салып күйеуім 3 қорап қызанақ алып келді. Біреулер жұмыс ақысының орны берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмысты өмірімде жасап көрмегенмін. Беттей алмай жүргенімде 1 күн тұрып былжырап босаған қызанақтарға шыбын шіркей үймелей бастады. Оны көріп жиіркеніп мүлдем жолағым келмеді. Ол кезде ысырап, обал не екен білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып бөлмеге кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз ба? Қалайсыз? Ұялмайсың ба? Не жатсыз мынау? Ана жақта қолы кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп әрең жүрсе, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сен жатсың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ. Сен істемеген соң өзі істемей қайтсын. Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Жап-жас адам ғой, қимылдаған өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой. Ал сонда сен жемейсің ба? Айтып тұрған сөзін қараш. Бол шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпаймын, қайтесің ал? Осы күнге дейін мен саған үндеме істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйлама, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейінгінің бәрін баяндап, сенің сазайыңды тарттырам. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ма, әлде тамақ жей салақ жатып қалғандікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әні-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап ете қалған білмеймін, өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Етекірім келетін уақыты да болып қалған болатын. Ауырғанына шыдай алмай 2 бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. Ек саулатып сиыр бар, нан тамақ істеу керек. Оған қалса банкі жауып абысын мен енем әбіршіп жатыр екен. Содан не керек, абысым қайта бөлмеме кіріп келді. Банкі жаппасаң да тым құрыса тамақ істесең қайтеді. Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Бір апта бұрын бала туған, қолың болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың ау. Мынау жалқаулығың сен түбіңе жетіп тынады. Расымен айтып тұрмын. Сенбесең өзің біл. Сен сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін, маған енемнің орнына ене болмай қойш. Енем әлі тірі, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан. Әйтпесе сендей келінді басқа ене үйіне бір сәтте де ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңқылдап, сыңқылдап ішімді ұстадым да жата бердім. Не боп қалды? Білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жемедің бе? Аузыңнан қайтып шыққанша жедің бе? Жоқ, олай емес. Ешқандай иісін алмай жатыр. Құсқым келе береді. Жүрегім айнып бірдеңелерді жегім келіп тұр. Тоқташ, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішімде ауырып жатыр. Жаным, осы күнге дейін көп күттім ау, рахмет саған. Мен әке боламын.
Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғаныма еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанағы ашуындап ешбір ізі қалмаған, жүзі қуанышқа толы енем мен абысыным жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған неге бірден осылай айтпадың? Жағдайың қалай, не жегің кеп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың, бәрін айт. Келін шырағым аяғының астына көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бітпейді бәрібір. Емін-еркін жата бер. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып сыртқа шығып дәретханаға барсам, етек кірім келіп тұр. Өтірік айтқанымды білдірмеу үшін не істерімді білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятын жақсы білемін. Абысым ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін, арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банка ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарын өзіме аударту үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де, шыңғырып айғайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішімді ұстап, екі бүктеле жата қалдым. Бәрі жүгіріп жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп, абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім емес пе? Неге жүрсің? Сіздер ашулам шақтырмай жүрсеңіздер, мен қалай емін-еркін жатамын? Саған біреу бірдеңе деді ме? Абысын, білемін, балаңыз түсіп қалды. Бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ма еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеме кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайныма айтып сазайын тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын мен қайдан білемін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуіңде бірде-бір тірлік істемей-ақ қойыңдар. Өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып, жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға апарып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңдар, қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалатынынан қорықтым. Бармау үшін саған түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып, жылаған. Енем мен күйеуімнен сұранып, төркініме қыдырып бардым. Менің анамның ештеңеден хабар жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неге жылайсың? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не дейді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым, көзіммен де көріп тұрмын. Күндіз-түні тыным таппайтын пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда, ауырдың асты мен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін де істеймін. Олай болса, олар саған неге тиіседі? Енем мені емес, абысын жақсы көреді. Ой жаныма, уақыт өте келе, сен де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдайын жасап, ұлына қамқыр болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпа-құлақ болғаннан болса керек, ешбір ақылына құлақ салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуагиш әйел болыпты. Ұлын қызғанып, құрбы мен күйеу екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйрығынан шыға алмайтын мен бейбақ тойымызда түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енемді абысыны дуалап, өз дегенмен жүретін етіп алғанын айтты. Алмаған қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесін деп қолыма ұстатты. Айтқан не кетпей, енемнің бөлмесіне білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ. Өтірік айтып үйден шығып, талай бақсы балгерге барып, енем мен абысының суреттерін көрсетіп, сырттарынан дуа жасаттым. Жасатқан дуа әсер етіп, екеуі болмашыға келіспей, ұрыс-жанжал көбейіп, екеуі қырылып қалды. Тіпті абысының екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайнағам барып, қайта алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан енем мен келін бір-бірін түтіп жей бастады. Ақыр соңы енем оларды үйден қуып жіберді. Қайнағам мен абысыным пәтер жалдап тұра бастады. Әбден дуа жасатқан енем алжып есін жоғалтып алды. Мен қараусыз қалдырған соң абысыным келіп өзімен бірге алып кетті.
Енем үйден қуғаннан кейін абысын маған мүлдем сөйлемей қойды. Жұмған аузын ашпайды. Бір жылда ешкімді танымай алжып төсекте жатып, енем қаза болды. Өз үйінен шығармай жалдамалы пәтерден жанасын шығарды. Өзімді кінәлаудың орнына мені жақсы көрмей шетке сырып қойған өздері кінәлі деп үнемі өзімді ақтап жүрдім. Жаным қиналғаны рас, бірақ екеуінен де құтылған мен сорлы өзімді жеңіс иесі санап бақытты болып жүрдім. Әй дейтін бір әже жоқ, қой дейтін бір қожа жоқ. Теледидарды қосып қойып, түрік кәріс киноларын көріп жататыныма мәзбін. Күйеуім келер уақыт жақындағанда жүгіріп жүріп үй жинаймын, ас әзірлеймін. Тек көзге көрінетін жерлерді ғана жинап, көрінбейтін жерлерге керексіз заттың бәрін тығып тастаймын. Тамағым дәмсіз, наным қатып қалған, күйеуім ашуланып боқтап та алатын. Екі сөзінің бірінде анам мен абысыным сені жақтырмайтындай бар екен. Әттең-ай деп басын шайқап қалатын. Ағасының алдына талай рет барды жалынып, бірақ олар қайта келмейді. Тамақ әзірлемей дүкеннен дайын затты сатып ала жей беретінмін. Қарызға ала беріп, күйеуімнің бар тапқаны қарызға төлеп ақшадан қинала бастадық. Солай жүргенде аяғым ауырады. Жеріктігім ұстап, дүкеннен 2 есе қарызға баттым. Күйеуімнің тапқаны қарыздың жартысына ғана жетті. Дүкен иесі төлей алмаған соң қарызға бермей қойды. Үйде бар соңғы картоп пен пияздан дәмсіз етіп ас әзірлеп күйеуіме бердім. Ол болса жемей аштан аш жатып қалды. Біздің қарызға батқанымыз жайлы бүкіл ауыл естіді. Дүкенші күн сайын келіп есігімізді тоқылдатып, мен ашпаған соң ұрсып кетіп қалатын. Тіземді құшақтап жылаймын да отырамын. Жұмыс іздеп жұмысқа шықтым. Өз енем мен абысының арасында болған жанжалға жұрт мені кінәлап, менімен ешкім араласпай қойған. Нашар мінезімнің кесірінен ешбір жұмысты да алып кете алмадым. Дүкен иесінің әбден ашуымен есігімді қаққанына құлағым үйреніп қалса керекті. Бір емес, бір аптадай бұл дауыс шықпай құлағым тыныштыққа үйренісе алмай жүрдім. Ақыр соңы шыдамым таусылып дүкенге бардым. Барсам, қолында қос пакеті бар дүкен иесі мені шақырпақ болып тұрған екен. Мә, мыналарды ал. Бұл не? Не болушы еді? Әрине азық-түлік. Ана байыңа обал, аш қалып бірде жер құлап жатып өліп қалар. Маған қарызға ештеңе бермей қойған едіңіз ғой. Бұл қалай болғаны? Енді қарызың жоқ. Қарызыңды да, мына заттарды ақшасын біреу төлеп қойды. Рас айтасыз ба? Ол кім екен? Оны қайтесің? Үйіңе бар да тамағыңды істе. Күйеуің айлық алатын күнге дейін мыналарды үнемдеп жеткіз. Жарайды, көп рахмет. Жүгіре үйіме барып, ас әзірлеп, дастархан жайып, күйеуімнің келгенін күтіп отырдым. Таңданысым жасыра алмадым. Азық-түлікті қайдан алдың? Білмеймін, біреу қарызымызбен қоса азық-түліктің де ақшасын төлеп кетіпті. Біреу дейсің бе? Сен үшін олар жай ғана біреу болғаны ма? Бәсе, сол үшін де болар. Абысынмен басың сый салмаған екен ғой. Жай ғана біреу ретінде емес, өз туған ағаң мен жеңгеңдей көргеніңде бәлкім қазір бұлай жүрмес пе едік. Олар өзі пәтер жалдап жүріп, біздің 100 000 теңгемізді төлейді дейсің бе? Олар емес шығар. Олардан басқа менің туысым бар ма? Осыншалықты ақымақ әйелді маған жар етіп қосатындай қандай күнәм бар екен? Сен жолықтырған күнге қарғыс айтсын. Жемеймін, қаласаң өзің жей бер. Тамағынан өтсе егер. Бұл сөздер жаныма қатты батты. Бірақ тәубеме келтіре қойған жоқ. Ұялмай, арланбай қарнымды тойдырып алдым. Бірінші күні жемегенмен кейін жей бастады. Ол айлық алғанша азық-түлік жетіп, айлық алған күні тағы да келесі айға жететіндей етіп азық-түлік алып қойдым. Қалған ақшаны газ жарыққа төлеп, ол жақтағы қарыздарымыздан да құтылдым. Жүктіліктің 6-шы айында қатты ауырып, балам түсіп қалардай болып жүрдім. Сол кезде небәрі 7 жасар абысымның қызы, ерке қыз келіп үйімді сыпырып, шаңын сүртіп, ыдысымды жуып беріп кететін. Тағы да құрғыл келмейді ғой. Абысым нан жауып, бауырсақ самсасын пісіріп, айран, сүт, ет бәрін беріп жіберетін. Сол кезде өздері жер алып, үй тұрғызып жүрген. Сонда да қолдарынан келгенін аяған жоқ. Тұңғыш қызымды босанып перзентханада жатқанында қасындағы келіншектерге туыстар ыстық тамақ, анау-мынау алып келіп жатқанын көріп, ішім ашып, қызғаныштан өзегім өртенетін. Мені күйеуімнен басқа ешкім іздеп келмейді. Бір сәтте санитарка апай тегімді атап, тола-тола 2 пакет тастап кетті. 2 литрлік банка тола майлы қайнатпа сорпа, май пәтір, сүт, айран тағы да басқасы бар. Одан бөлек өзі тоқыған қызыма шұлық, киім-кешек бәріне келіпті. Абысын келгенін бірден ұқтым.
Үйге шықсақ үйдің іші тап-таза. Қызым арнайы көрпеше тігіп, жаялықтарын төсеп, адыраспанды түтетіп, ыстық шай, тамақ дайындап өзі кетіп қалыпты. Сол кезде алтындай қымбат адамның бағасын білмей, қадіріне жете алмаған өзімді өзім жек көріп кеттім. Сол кезде абысынымның айтқан ақылдары есіме түсіп, өзегім өкініштен өртенді. Емізіп отырған қызымның жүзі көз жасыма жуылды. Солай бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізге жақсылық жасап жүрдік. Бірақ жүзіне тікке қарап, кешірім сұрауға батылым бармай жүрді. Шыны керек, кешірмеймін, сені көргім келмейді деп айтады ма деп қорықтым. Солай қаншама жыл алыстан сыйласып жүрдік. Оның балалары мен біздің балалар бір-біріне өте бауырмал болды. Бір-бірлен үнемі іздеп жүретін. Шынымды айтайын, менің балаларымды абысын мен қайнағам тәрбиелеген қалап, олардың үйіне көп жіберетінмін. Өйткені менің тәрбиемді алған қызым ертеңгі күні мен секілді опық жеп қала ма деп қорықтым. Ана болып қызыма ақыл айтқан адам емеспін. Тек абысынның ақылын тыңдап, тәрбиесін алған ұл қызым солар секілді саналы, иманды болып өсіп өнді. Бүкіл жасаған иттігім көз алдымнан өте берді. Бар күш-жігерім жинап кешірім сұрадым. Басында жаздым ғой, сол сәтте абысын бәрін білем деп айтып еді. Соны кейін айтып берді. Бір құрбысы мен барған балгерге барып, менің қолымдағы абысын мен енемнің суретін көріп, абысыма дуа жасатып жүргенімді айтыпты. Соны біле тұра маған жақсылық жасап жүрген абысыма алғыс айтам. Қазір маған кешірім берген, екеуміз құрбыдай болып жүрміз. Сіздерге айтарым, жас келіндер, енелермен бір-бірлеріңді сыйлаңдар, тату-тәтті болыңдар. Адамдардың бәрі менің абысым секілді кешіре алмауы да мүмкін. Сол үшін де қателікке ұрынбаңыздар.